Әлемге әйгілі Человек-паук, яғни өрмекші адамды ойлап тапқан кім деп ойлайсыздар? Және жалпы онда кейіпкерді қашан және кім шығарды? Оны ойлап тапқан Стэн Ли деген американдық азамат екендігін біреу білсе, енді біреу біле бермес. Marvel Comics баспаханасындағы түрлі түсті журналдың сценаристі Стэн Ли бұл кейіпкерді осыдан 60 жылдан астам уақыт бұрын ойлап тапқан екен. Соғыстан кейінгі жылдары тек балалар ғана емес, ересек адамдардың өздерінде ерекше күшке ие, батыр болса екен, ол адамдарға көмек берсе екен, түрлі зұлым күштерге қарсы тұратын мықты батыр пайда болса екен деген ой қалыптасады. Міне, осы ойдың үдесінен шықпақ болған атақты сценарист Стэн Ли әрі ойланып, бері ойланып, болашақ кейіпкерінің образын ойластыра бастайды. Ол адам ерекше күшке ие болуы керек, және ұшатын, секіретін, әрі мықты күшке ие болатын батыр болуы керек деген ой жатса тұрса Стефтің басынан кетпей қояды. Осылайша ол тіпті ұшатын шыбын, маса, ара секілді жәндіктердің қимыл қозғалысын зерттеп кейіпкерін іздейді. Алғашында шыбынды таңдайды. Адам шыбын деген қазір күлкілі естіледі емес пе иә? Ал ол кезде Стеф ізденіс үстінде болды. Алғашқыда бас кейіпкері ретінде шыбынды таңдағанымен кейін бірақ шыбында басқа ешқандай жәндіктер де ойынан шықпайды. Осылайша кезек өрмекшіге келгенде оның өрмегімен өрмелеуін болашақ персонажға неге пайдаланбасқа деген ой келеді. Ал одан әрі кейіпкерім адам болуы қажет деген ойда оны әрі-сәрі күйге түсіреді. Дегенмен ол денесі мығым, бұлшық еттері бұлтылдаған, Капитан Америка іспетті адамға ұқсағанын қаламады. Капитан Америка аса асыра сілтеудің құрбаны болған батыр кейіпкер деп оған ұқсатпауға тырысты. Сондықтан жылдам қимылдайтын епті жас жігіт болуы қажет екендігін де ұмытпады. Ал ол адам көмек қажет болғанда өрмекшіге айналатын болуы қажет және ол адамның киімінде өрмекшінің өрмегінің суреті болуы қажет деп одан әрі кейіпкерін суреттей бастайды. Бірақ Стеф кіммен ақылдасса да бүкіл адам оның кейіпкеріне қарсы болды. Тіпті оның кейіпкері барлық жағынан дайын болып, пісіп жетілгенде ол өзі жұмыс жасайтын Marvel Comics баспаханасына алып барып көрсеткенде де редакторы үзілді-кесілді қарсы болды. Ол Стивке өрмекшіні ешқандай адам жақсы көрмейді деген желеуді айтудан жалықпайды. Бірақ ол өзінің өрмекші адам кейіпкерін одан әрі дамыта түсті. Стеф сол заманда, яғни осыдан 65 жыл бұрын барлық журналдарға өзінің кейіпкері туралы хикаялы әңгімені шығару үшін тықпалағанымен, ешбір журнал оны жайлағысы келмеді. Сенің кейіпкерің мүлдем көңілге қонымсыз деді олар. Себебі олардың айтуынша, егер өрмекші адам мүлдем жас жігіт болса, бозбалада қандай проблема болуы қажет? Ол елді жерді ойлайтындай жастада емес, адамдарға көмектесуге де жарамсыз емес пе, тек батырдың жанында көмекші болуы мүмкін, бірақ табыр емес деген сылтауларын жасырмады. Дегенмен Стефті ешкім тоқтата алмайтын еді. Себебі ол өзінің бас кейіпкері өрмекші адам персонажының мықты идея екеніне сенді. Сол жылы ең соңғы нөмірі шыққалы жатқан Amazing Fantasy журналына өзінің кейіпкері туралы хикаялы әңгімесін алып барып ұсынды. Ал бұл кезде Стив жалғыз емес еді. Жанында өзімен бірге мұның идеясына сенім артқан рухани досы бар болатын. Екеуі ештемеге қарамастан әлгі соңғы нөмірі шыққалы жатқан материалдары қызықсыз болғандықтан жабылуға шақ тұрған журнал баспаханасынан өрмекші адам хикаясын түрлі түсті суретімен жариялап кеп жібереді. Осы соңғы журналдың нөмірі күтпеген жаңалыға келеді. Барлық адамдар жаппай таласа тармаса журналды сатып алып, небәрі бір айдың ішінде барлық журнал сатылып кетіп, тіпті қайта тапсырыста беріп жатады. Ал ол журнал жабылмақ түгілі қыруар ақшаға кенеле бастағаны да жасырын емес. Бұлар да өрмекші адамға түрлі хикаялар ойлап тауып, одан әрі өршітеді. Әрине, алғашқыда бум болғанымен кейін жылдар өте келе өрмекші адам тасада қалып қойған сәттер де болады. Бірақ сценарист өзінің кейіпкерін үнемі дамытып, көркейтіп, заманға сай жаулармен шайқастырып, оқиға желісінде қызықты етуінің арқасында ол туралы мультфильмде, тіпті кинолар да көптеп түсіріліп, қазіргі деңгейге дейін жеткеніне өздеріңіз куә болып